Саламатсыздар ма? 38-ші жаттығудың нөмір 1 есебі. Так, берілгені. Батареяның электр қозғаушы күші берілген 4,5 вольт дейді. Ішкі кедергісі кішкентай ері берілген 2 ом. Және үлкен ері берілген 7 ом. Резистормен тұйықталған тізбектегі ток үшін және батарея қысқыштарындағы ток үшін табу керек, және батарея қысқыштарындағы кернеуді табуымыз керек екен. Так, шешуі. Бұл жерде мына формуланы қолданамыз біздер. Так. Толық тізбек үшін Ом заңын қолданамын. Толық тізбек үшін Ом заңы. I тең эпсилон, мынау сыртқы кедергі, мынау ішкі кедергі. Бізге осы I-ды табуымыз керек, және кернеуді табуымыз керек. Так, осыдан кернеуді тауып аламыз қазір. I-ды табатын болсақ, эпсилонымыз 4,5-ге тең, сыртқы кедергі 7-ге, ішкі кедергі 2-ге тең. 4,5-ті 9-ға бөлеміз. Сонда 0,5 ампер болады. Енді мынау формуладан кернеуді табамыз. O тең I көбейтілген R болады. Бұдан O'мыз тең, ток күші қанша? 0,5, сыртқы кедергіміз 7-ге тең. Бұны көбейтетін болсақ 3,5 вольт болады. Жауабы 0,5 ампер және 3,5 вольт болды. Екінші есебіміз. Екінші есеп. Берілгені электр қозғаушы күш 1,1 вольт екен. Кедергі 2 ом екен. Ток күші берілген I тең 0,5 ампер екен. Ток көзі қысқа тұйықталғандағы ток күшін анықтаңдар дейді. Қысқа тұйықталу кезіндегі ток күшін анықтаймыз. Оны қысқа Т деп қояйық. Қысқа тұйықталу деген. Айырмашылығы I-ның қысқа тұйықталуын табуымыз керек екен. Шешуі. Жалпы біздер нені табамыз? Бұл жерде қысқа тұйықталу негізгі формуласы эпсилонды ішкі кедергіге бөлу болып табылады. Ал енді біз ішкі кедергіні табуымыз керек. Бізге ішкі кедергі белгілі және I белгілі, сыртқы кедергі белгілі. Бізге белгісіз кішкентай R. Оны табу үшін мына формуланы қолданып, осыдан кішкентай ішкі кедергі R-ді табамыз. Так, I берілген 0,5, эпсилон 1,1, мынауымыз 2 қосу R болады. Енді не істейміз? Мына мен мынаны пропорция арқылы көбейтіп, 0,5-ге 2 көбейтсек 1, мына 0,5 R, мынау 1,1. 0,5 R тең 1,1-ден азайтамыз 1-ді. 0,5 R тең мына 0,1 болады. R тең 0,1-ді бөлеміз 0,5-ге. Сонда кішкентай R-іміз тең болады. Нешке? 0,2 омға тең болады екен. Ал енді қысқа тұйықталу кезінде ток күшін табатын болсақ, дайын формуламыз тұр. 1,1-ді 0,2-ге бөлем. 5,5 ом екен. Жауабында шықты. Жауабы да осы. Жауабы мынауымыз 0,2 ом. Мынауымыз 0,5 ампер ток күші. 5,5 ампер ток күшіне тең екен. Ал енді 38-дің 3-ші есебіне көшейік. Так. 38-дің 3-ші есебі. Берілгені. Ток көзі R1 4 оммен қоректенеді. Кедергісі бар. Ток күші берілген I1 0,2 ампер және R2 берілген 7 ом. Сонымен бірге I2 берілген, ол 0,14 ампер екен. Ток күшін табуымыз керек. Осылар егер ток көзі қысқа тұйықталса дейді, тізбектегі ток күші неге тең дейді. Так, I-ды табамыз. Шешуі. Так, бірінші формула қысқа тұйықталу кезіндегі ток күшінің формуласын жазып алайық. Бұл бірінші формула болсын.
Екінші жазатымыз эпсилон. Бірдесіне эпсилон жазатын болсақ, бұл жерде O1 қосылған I1 көбейтілген ішкі кедергі. Бұл да өзінің формасы бар. Так, осыдан орындарына қоя отырып, не белгісіз бізде бұл жерде? Бұл жерде O1 белгісіз, O1 жоғы, O1-ді табу үшін мына формуланы қолданамыз. I1 көбейтілген R1 тең. I1 0,2, R1 4-ке тең. 0,8 вольтқа тең. Орнына апарып қоямыз. Сөйтіп, сол арқылы не табамыз? Бізге ішкі кедергі белгісіз. Енді O2-ді тауып қоя салайын. I2-міз 0,114, R2-міз 7-ге тең. Бұл 0,198 вольт болады. Мына O1 пен O2-ні тауып алдық. Енді біздің негізгі мақсатымыз R-ді тауымыз керек. R, оны үшінші форма етіп аламыз. Жалпы R-дің формуласы дайын форма беруге болады сіздерге. O1 азайту O2, I2 азайту I1. Мынауымыз үшінші формула. Осы арқылы ішкі кедергіні таба саламыз. Сіздерге бір айтып кететін нәрсе, бұл дайын формула қорытылып кеп шығады. Немесе мына кітаптың соңында мына жерде дайын формулалар қорытып қойған. Соны көрсете салайын сіздерге. Міне, мына жерде көрінетін шығар. Дайын форма, зертхана жұмысы 7-шіде 9 электр қоздық күшімен ішкі кедергісін анықтауда. Мына жерде дайын формамда осыдан R-ді таба салған. R табу үшін екі форманы теңестіріп, R тапқан дайын форма, соны қойып отырып шығарып жатырмын. Яғни мына тұрған екінші форма бар ғой, соны екеуін екі жағын теңестіріп, осы жерден кішкентай R таба саламыз деген. Мынаны шығуы, мынадан міне. Тең R. Осыдан ерлерін бәрін бір жағына өткізем. Бір R азайту 1. Ол енді ерді жақшан сыртына шығарсам, I1 азайту I2, O2 азайту O1. R тең O2 азайту O1, I1 азайту I2. Міне, шықты. Мына үшінші формасы қайдан кетпейтін болсаңыздар, міне осы жерден кеп шығады. Мынау екінші асыншы форманы теңестіру арқылы R-ді тауып алды. Енді орнына апарып қойсам, сонымен ішкі кедергіні тауып аламыз. O2-міз қаншаға тең болды? O2-міз 0,98-ге, O1-міз 0,8-ге, I1-міз 0,2, мынауымыз 0,114. Бұл да 0,118, мынауымыз 0,106 болады. Ал енді мына санды мына санға бөлетін болса, қанша шығады? Так, 3 шығады, 3 болады. Шықты. Ал енді қысқаша тұйықталудың формуласын бастапқыда бірінші формула деп жаздық. Эпсилонымыз табатын болсақ, эпсилонды мынау формула арқылы біреуін тауып болды. Сол арқылы тауып алуға болады. Так, осыдан өз алдына эпсилон O1 дегеніміз қаншаға тең болды? O1-міз 0,8 қосылған I1 0,2 көбейтем 3-ке. Так, 0,8 қосу 0,6. Бұл тең болады. 8-ге 6-ны қосатын болсаңыздар, 14 болады. Ол 1,4-ке тең екен вольтқа. Енді мына формулаға апарып қоя саламыз. 1,4-ті бөлеміз 3-ке. Бұдан кеп шығады 0,46. 6 әрмен қарай кете береді. Біз оны жуықтап 0,147 ампер деп аламыз. Жауабы 0,147 ампер екен. Тауып алдық. Міне. Ал енді төртінші есебіне көшейік. 38-ші жаттығудың төртінші есебіне көшейік. 38. Төртінші есебі ток күші беріліпті. 0,5 ампер. Кернеу 20 вольт. I2 0,5 ампер. Кернеу O2 8 вольт. Электр қозғаушы күшін табуымыз керек. Эпсилон. Так, төртінші есебімізде.
Бұның дайын формасы бар, бағана көрсеткендей. U2 I1 азайту U1 көбейтілген I2. I1 азайту I2. Бұл осыған қойып шығара саламыз. U2 неге тең? 8. I1 1,5 азайту 20 көбейту 0,5. I1 1,5 азайту 0,5. Так, 1,5-ге 8-ді көбейтетін болсақ, 12 болады. 12 азайту 10 бөлінген. Так, мынау 1-ге тең болады. Сонда 2 вольтқа. Жауабы 2 вольт шықты. Так, енді 5-ші есебіміз. 8-дің нөмір 5-ші есебіміз. Кішкентай r 2 10 берілген. Ішкі кедергі және эпсилон 12 вольт берілген. I1 1 амперге тең. Табу керек I2-ны. Мынау параллель жалғанған. Оған да мән беруіміз керек. Ал шешуі. Параллель жалған уақытта ток күштер, жалпы ток күші I1 мен I2-ның қосындысына тең. Так. R жалпымыз параллель жалған уақытта R бөлінген 2-ге тең болады бұл жерде. Ал енді осыларды қолдана отырып, I-ымыз, так, 4-шіде ток күші 5-ші есепте. Ток күші ішкі кедергісі берілген, электр қозғауыш күш берілген, аккумулятор 2 бірде шам параллель жалғанғанда, 2 бірде шам параллель жалғанғандықтан, ток күші 1 ампер болған ғой, 2 шам болғандықтан, мына жерде ток күштері 1 қосу 1 тең 2 ампер бар екен. 2 параллель шам, екеуіне де ток күші 1 ампер болып берілгендіктен, екеуі қосып 2 ампер болды. Енді олардың жалпы параллель қосындықтағы кедергісінің, жалпы кедергісінің формасы мынау болады. Ол деген сөз R1 қосу R2, 1 бөлінген R1 қосу R2 деген форма бар ғой, соны қойсақ, жалпы бүйтіп алсаңыздар да болады формула. Ал енді I-ның формасын білесіздер. I тең R сыртқы кедергі және ішкі кедергінің қосындысына тең. Осылардың орнына апарып қоятын болсақ, кішкентай R болады. Так, енді осыдан біздің міндетіміз мына сыртқы кедергі R-ді табу. Так, сыртқы кедергіні R табатын болсақ, мына түрге келеді формуламыз. I R бөлінген 2 эпсилон. Осыдан I R бөлінген 2 қосылған I кішкентай R эпсилон. R-ді табатын болсақ, 2-ні оң жағына да, сол жағына да көбейтетін болсақ, мына жерде 2 болады, тең эпсилон. Бұдан 2 эпсилонға көбейтіліп, эпсилон болады. Осыдан R-іміз тең болады 2 эпсилон азайтылған 2 I көбейтілген R бөлінген I болады. Енді қараңыздар, мына жерде 2 эпсилон болғандықтан жақшаның сыртына 2-ні шығарып тастауыма болады. Жақшаның сыртына 2-ні шығарам. Мына жерде эпсилон азайту I көбейтілген R бөлінген I болды. Ал енді естек олар дәл осы жерден сан мәндерін қойып есептей салам. Так, 2 жазылып тұрады. Эпсилонымыз 12-ге тең, азайту I-ымыз қаншаға тең болды? I-ымыз 2-ге тең, көбейтеміз, кішкентай R 2-ге тең, бөлеміз 2-ге. Мына 2 мен 2 қысқарып кетеді осы жерде, сонда 12 азайтылған 4, бұдан 8 Ом шығады. Міне сыртқы кедергіміз табылды. Енді біздің негізгі есептің берілгеніне көрсететін болсақ, есептің берілгенде бүйтеді, екінші шам жанып кетсе дейді ғой. Дейді. Онда R жалпы R-ға тең болады. Бағанағыдай бөліп екеміз, R жалпы R-ға тең болады. Сонымен I қысқа тұйықталу кезде I табатын болсақ,
қосылған апарып қоямыз. Эпсилон 12-ге тең. Сыртқы кедергім 8-ге, мынау 2-ге тең. 12 бөлінген 10 тең 1,2 ампер болды. Жауабы да осындай. Жауапта. Әрмен қарай. Енді 6-шы есебімізге көшейік. Автокөлік жүргізуші өз көлігіне электр қозғауыш күшті өлшеу үшін аккумулятор. Электр қозғауыш күш берілген. 8-дің 6-шы есебі мынау. 2 вольтқа тең. Және ток күші берілген 1 амперге тең. Ток күші. Сонымен бірге аккумулятордың жалғану полярлығын өзгерткенде тізбектегі ток бағыты өзгереді дейді. Оны мынан 1, мынан 2 деп алайық. Ток бағыты 0,75 амперге өзгерген. Өзгергеннен кейін аккумулятордағы электр қозғаушы күшті тап дейді. Эпсилон тап деп жатыр бізге. Екінші эпсилоннан бірінші деп қояйық. Ал бұны қалай табамыз? Бұны шешуі табу үшін дайын бізде форма бар. Соны қолданамыз. Ол формамыз I тең, I1 тең, эпсилон 1 қосылған эпсилон 2, R1 қосу R2 болады. Осыдан кеп, I1-мізді, мынау енді I2-мізді жазайық. I2-мізде дәл осылай. Бірақ бұл жерде енді азайту болады. Себебі мына жерде қосу, мына жерде азайту. Себебі аккумуляторды жалғау полярлығын өзгерткен мына жерде. Мынау 2. Мына жерде өзгерткен полярлықты. Сол себептен ток күшін бағыт өзгерген уақытта мына екеуі азайтылады. Ал енді екеуінің қатынасын алып жұмыс жасамызға болады. I1 бөлінген I2. Мынауымыз. Мына бірінші I1-дің мәнін жазып алдым. Бөлу, үлкен бөлшекті бөлу ретінде алдым. Математика жолға салыссақ та болады. Енді бірінші бөлшектің өзі жазылады, оны білесіздер. Екінші бөлшектің алымынан шығады, мынау бөлшектің бөліміне түседі. Сонда мыналар қысқарады да, не қалады? Мынауымыз қалады, міне. Бұл деген сөз біздің мақсатымыз E2-ні табуымыз керек. Енді пропорциямен бұлай көбейтуімізге болады. I1 бөлу I2 тең, мынау шықты ғой. I1 эпсилон 1, I1 азайту эпсилон 2 тең. I2 эпсилон 1 қосу I2 эпсилон 2. Осыдан эпсилон 2-ні табайық. Мына арасы көбейту. Эпсилон 2-ні бәрін бір жаққа өткіземіз. Енді эпсилон 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. I2 қосылған I1. Осыдан эпсилон 2 не шықты енді? Сан мәндерін қойып есептесек те болады. Есептейтін болсақ, I1-міз неге тең болды? 1-ге. Эпсилон 1-міз, жақшаның сыртына шығарып тастасақшы, сол да оңай болады. Эпсилон 1 жақшаның сыртында. Жақшаның ішінде I1 азайту I2. Мына жерде I2 қосу I1 тең. Эпсилон 1-міз 2-ге тең. I1-міз 1, мына 75. 0,75 қосу 1 тең болады. Әрмен қарай жалғастырсақ есебімізді. Жалғастыратын болса, осы жалғастырсақ тең болады. 2 көбейтілген 1-ден 0,75 алатын болсақ, 0,125. 0,125 болады. Бөлеміз. Мынау 1,175 болады. Енді анан 2 көбейтіп 1,175-ке бөлейік. Мына 2 көбейтетін болсақ, 0,5
75 болады, мына 1,175 болады. Енді бөлейік. Бөле салайық. Так, 0,128 шықты. 29 дейік. Так, вольт. Так, 6-шы есебіміз кетті, әрмен қарай. Так, 38-ші жаттығудың 7-ші есебі. Берілгені. Кернеу берілген 2,8 вольт. Элементар батареясының электр қозғаушы күші 3 вольт берілген. Ішкі кедергі 1 Ом. Және тізбекте ток күшін анықтаймыз. Осы кездегі ток көзінің бөгде күштері дейді 5 минутта дейді. 5 минут қанша жұмыс атқарады? Бірінші ток күшін тауып аламыз, сосын бөгде жұмысты табамыз, сосын сыртқы жұмысты табамыз, сосын кейін ішкі бөліктеріндегі ток жұмыс қандай? Мына сыртқы бөліктегі жұмыс, ішкі кедергі, ішкі бөлігіндегі жұмыс табамыз. Шешуі. Так, 5 минут 60-қа көбейтсек 300 секунд. Формула эпсилон. Формуламыз белгілі біздің. Осыдан айды табамыз. Эпсилон азайды У бөлінген кішкентай кедергі. Орнына барып сан мәндерін қойып табамыз. 1-ге тең, бұдан шығады 0,2 ампер. Ток күші 0,2 ампер. Бөгде жұмыстың формуласы сыртқы жұмыстың формуласы кедергінің. Сонымен бірге ішкі кедергінің жұмысының формуласы. Бөгде күшпен сыртқы кедергінің жұмысын азайтамыз. Міне, мына бірінші, мына екінші, үшінші формуламыз. Енді сан мәндерін қойып таба саламыз. Бөгде жұмыс эпсилон 3-ге тең, ток күші 0,2-ге тең, уақыт 300 секунд. Бұл тең болады 180 джоуль. Сыртқы жұмысымыз 168 джоуль. Так, 168 джоуль. Енді ішкі кедергіміздің формуласы бөгде жұмыспен сыртқы жұмысының формуласы сан мәндерін азайтамыз. 180 азайту 168. 12 джоульға тең екен. Міне жауабы ток күші 0,2 ампер, 180 джоуль, 168 джоуль, 12 джоуль. Жауаптар шықты. Келесі сабаққа дейін қош саламатта болыңыз.